Тәуелсіздік мерекесіне орай отбасымызға жент жасап отырмыз. Жент жасаудан бұрын мен қазір бірінші 1 килограмм бидай талқанын саламын. Бидай талқаны. Екінші жүгері талқаны 1 килограмм бұлда. Үшінші тар талқаны. Саламыз. Содан кейін 6 килограмм пряникті ұсатып салдық нетейік. Енді бұған қосатынымыз 1 литр бал. 1 литр таза бал қосамыз. Арамызда. Сармайды ертіп қоямыз. Оған кішкене жарты литр қойдың майын ертіп қоямыз. Қойдың іші майын ертіп. Өйткені ол бұны кішкене қатырады. Сонда ол халва ұқсап шығу керек. Қатыңқырап халва сияқты шығу керек. Араластырып болдық. Енді бұған азырақ кішіміш қосамыз. Бұл тары да, бидай да, әрі жүгері де адам денсаулығына пайдалы, неше түрлі көмір суларға бай. Әрі дастарханында сәні. Кішіміш қосылған қазақтың женті осы. Негізі жентті жылқының майымен де дайындайды. Ал біздің отбасына осылай дайындаған ұнайды. Бұны апарып салқын бөлмеге қоямыз. Сол кезде мына кішкене қатады. Ал содан кейін пышақпен бүйтіп ойып, кәдімгі халва сияқты бүйтіп ойып алуға болады. Денсаулыққа аса пайдалы. Витаминдерге бай.